Саламатсыңдар ма оқушылар? Менің аты жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Мен номер 5 мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімі. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы алкандар және алкендер. Сабақтың мақсаты алкандардың химиялық қасиеттерін сипаттау және оны реакция теңдеулермен дәлелдеу. Этен мысалында алкендердің химиялық қасиеттерін оқып үйрену, химиялық реакция теңдеулермен дәлелдеу. Алкандар көміртектің барлық атомдары дара сигма байланыспен байланысқан, жалпы формуласы CN H2N қосу 2 болатын қаныққан көмірсутектер. Алкандардың химиялық қасиеттері: алкандар орын басу, айырылу, изомерлену және тотығу реакцияларына түседі. Алкандардың басқа көмірсутектерден ерекшелігі олардың құрамындағы көміртек атомдарының валенттіліктері толығымен сутек атомдармен қаныққан. Сондықтан алкандар қосылу реакциясына түспейді. Алкандардың химиялық қасиеттері: алкандар жану реакциясына түседі. Кез келген органикалық зат жанғанда CO2 газы менен H2O түзіледі. Екінші, алкандар айырылу реакциясына түседі. Метан 1000 градус Цельсийда қыздырғанда көміртекке және сутекке ыдырайды. Ал 1500 градус Цельсийде метан ацетиленге және сутек газына ыдырайды. Алкандар нитрлеу реакциясына түседі. Бұл реакцияны Коновалов реакциясы деп атайды. C2H6 қосу HNO3 нәтижесінде C2H5NO2 және H2O түзіледі. Алкандарға тән сапалық реакция. Алкандардың сапалық реакциясы хлор 2 газымен жүреді. Бұл реакция тізбектелген реакция. Соңғы өнімі тетрахлорметан. Бірінші тапсырма. Пентанның жану реакциясының өнімдерін жазыңдар. Жауаптарыңды экрандағы жауаппен сәйкестендіріңдер. Яғни, естеріңе түсіресіңдер, кез келген органикалық затты жағатын болсақ, ол көмір қышқыл газы мен суға ыдырайды. Реакция теңдеуін міндетті түрде теңестіреміз. Алкандардың қолданылуы. Алкандар отын ретінде органикалық заттар алуда және каучук резина алуда қолданады. Алкендер. Молекула құрамында бір қос байланысы бар, жалпы формуласы CN H2N болатын қанықпаған көмірсутектер. Гомологтық қатары этиленнен басталады. Алкендердің химиялық қасиеттері: бірінші, жану реакциясына түседі. Екінші, қосылу реакциясына түседі. Алкендер қосылу реакциясына түскенде қаныққан көмірсутектер, яғни алкандар түзіледі. Үшінші, Марковников ережесі бойынша орын басу реакциясына, қосылу реакциясына түседі. Төртінші, алкендер полимерлену реакциясына түседі. Этиленді полимерлеген кезде полиэтилен алынады. Алкендердің сапалық реакциясы калий перманганатының түсіздену реакциясымен немесе бром суының түсіздену реакциясымен жүреді. Екінші тапсырма. Бутен 1 қосылысының хлор сутекпен әрекеттесу реакциясын жазыңдар. Бұл реакцияны жазу үшін біз Марковников ережесін есімізге түсіреміз. Жауаптарыңды экрандағы жауаппен тексерейік. Яғни бутен 1 H хлормен әрекеттескен кезде 2 хлор бутан түзіледі. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Хош, сау болыңдар.